Арма қадірменді көрермен, бүгін әділет телеарнасы болып Шымкент қаласы зоо саябағында ыстық ауа райында жануарларға қандай жағдай жасалғанын зерттеуге келдік. Ендеше өзіме де қызық болып тұр, себебі зоо саябаққа келмегеніме 8 жылдың көлемінде болыпты. Ендеше арнадан алыспаңыздар. Өте осы ыстыққа шамалы қиналатын сияқты жануарлар бар. Яғни олар біз осындай жаздың ыстық күндерінде сумен шомылдырамыз, мұзды сумен. Одан бөлек кейбір жануарларға біз андасында мороженый, жаңағы замороженный фрукты береміз. Біз кәдімгі жаңағы жеміс жидектерді қатырамыз, соларды жаңағы мұздатып беріп тұрамыз арасында. Шымкент зоо саябағында жануарлардың 306 түрі бар. Жалпы аңқұстың саны 3650-ге жуық. Оларды күтіп баптап, қорғап тамағын беру 138 қызметкерге жүктелген. Оның ішінде саябақтың инфрақұрылымына, тазалығына жауапты инженер-техник мамандар да бар. Местный бюджет, выделяемый на содержание зоопарка в год, около 700. Зоо саябақты күтіп ұстауға жергілікті бюджеттен жыл сайын 700 миллион теңге бөлінеді. Бұл қаражат қызметкерлердің жалақысын төлеуге және жануарларға қажетті азық-түлік, жем-шөп, олардың ем-домына жұмсалады. Зообаққа келушілер көп. Жануарлар мен құстарды көруге жылына шамамен 700 мың адам келеді екен. Оларға саябақ маңында жүргізіліп жатқан жол құрылысы да кедергі емес. Негізінен балалармен келеді. Енді крокодил болсын, құстар болсын, кенгуру болсын, бәрі жатыр. Андай, как будто шаршап жатқан сияқты. Энергия жоқ ешқайсысында. Шымкенттің аптап ыстығы расында тірі жанның бәріне өздігінше әсер етеді. Жасыл желегі, ағаштары көп саябақтағы аң құстар, жануарлар бұған әбден үйренген. Хауызда шомылып, ағаштардың саясында көлеңкелі жерлерде демалуда.